анаңызды қаншалықты қай дәрежеде ешкім ойламаған, мысалы өлшем бірлік болатын болса, қай дәрежеге дейін жақсы көреміз? Аспан мен жердей. Аспан мен жерде дейді бәрекелді. Дәл осы сұрақ Дина жеңеше. Ата-анамызды, Байжан әкеңіз бен Боранкүлдей өзіңіз анаңызды қаншалықты қай дәрежеде жақсы көреміз? Жанынан жақсы көремін. Бұлайша айтқанда, Алла разылығы үшін шексіз жақсы көреміз деп бастайық бәрекелді. Енді ардақты ағайын, әрбір үйде дәл қазір мына біздің бәкең болсын, Әли әпкеміз болсын, подарок беріп жатқандар, енді кішкене назар ортаға бір тұрсаңыздар, жалпы ұл қыздарың кішкене жақындаңдаршы екеуіңіз. Боранкүл құдағи, мына жалпы мен ұл қыздарыңыз әдейі жақындап тұрмын. Сіздерді айтады, ата-анамызды дейді, екеуі айтып жатыр, шексіз жақсы көреміз дейді. Иә, бәрекелді, шексіз жақсы көреміз дейді. Мына бір керемет сөз ардақты ағайын. Кім өмірде мәңгілік тұрақтаған, күні жетсе жан тәннен жырақтаған, бастықпын деп, байбын деп кеуде көрме, көрмен төрдің арасы бір-ақ қадам деген ардақты ағайын. Тірі кезінде ата-анамызды сыйлап, жақсы көріп, мынау арнайы маңдайынан сүйіп, анамыздың екі көзін сүйетін болса артық үлкен сауап екен. Мына жалпы бір осы өмірде дін саласын үлкен ағамыз бар, сол кісі айтып жатыр ағайын. Bir күні туған інім менің автокөлігімді сұрап, ата-анамды, яғни менің анаммен өзінің бала шағасын салып Шымкентке бір тойға кетті дейді. Көлігімді сұрады. Көлігімді бердім, бірақ екеуі жолға кеткен кезде мен білген жоқпын, анамды соңғы рет көріп тұрғанымды сол кезде деп ардақты ағайын. Яғни көлік апатына ұшырап, анасы өмір өткен екен. Анамды соңғы рет көретін білгенде мен ол кісінің жылап тұрып табанын сүйетін ардақты ағайын. Өйткені ананың аяғының астында жәннаттың кілті бар дейді. Ақ жаулығын шешпей арын арқалап жүрген аналар деген бар ардақты ағайын. Мына екі мамаларыңызға айтарым, ертеңнен бастап орамал тағыңыздар екеуіңізде. Бүгін той мақұл кешіреміз. Бірақ ана сізден үлгі алады. Біраз жылдан кейін мамаларым орамал таққан жоқ қой, мені тақпақ қосылайын деп. Мынау үлкен батырлардың керемет сөзінде айтады. Басынан орамалды алғанша мен басымды қосып ала сал деген. Сондықтан жас ұрпаққа сіздер тәрбие бересіздер. Айналайын Нұреке, мына сіздің ата-анаңыз жалпы құшақтап ата-аналарымыздың көзінен сүйіп, бір маңдайынан сүйіп қойсақ бәрекелді. Бірінші кезекте, сосын басқасын жасаймыз. Басқаларға үлгі болсын. Кім өзінің үйінде ата-анасын қолын сүйеді? Кім бар өзінің үйінде ата-анасының көзін сүйе алатын жандар бар ма? Bir қолын көтерсін, шағай, мен жақсы көремін деп. Машалла, бар екен, бәрекелді. Тағы да бар ма? Бәрекелді. Азғанда бір 10-15 адам қол көтеріп отыр ағай. Машалла. Міне осыны қалған қонақтар үлгі ретінде көрсетейік Нұреке. Шапалақ қанеке. Қазақтың тойы қара жорғамен болса, өзбектің тойы дабыраға түш, орыстың тойы тағысын тағы. Бірақ қазір әр ұлттың өзінің бір ерекшелігі, осы кешке не алып келді олар сола бағалап, қай ұлт мықты өткізді, сол қатысушыларға, яғни той иесінің атынан тікелей сыйлық бар. Олай болса, қатысушылар дайынбыз ба? Дайын болатын болсақ, алғашқы болып ортаға орыс халқының тойы қалай өтеді, қалай ерекшелігі бар, ортаға қарсы алайық қанеке. Ал қанеке. Хава, шапалақ қайдағай. Шапалақ бар ма? Рахмет. Бәрекелді. Как тебя зовут? Наргиза. Наргиза. Сіздікі ше? Марат. Марат дейді. Осы тойға не алып келдіңіздер? Қой? Осы тойға не алып келдіңіздер? Не алып келдік? Ау? Алып келдік. Қатты сөйлеңізші. Подарка? Подарка? Сіз ше? Сала. Сала. Олай болса, екеуінің қазір биін көрейік. Орыс халқының биі. Кет қанеке, қошемет соқпайық. Кішкентай бала шетке қашамыз. Ал кет, қошемет қайда? Иә? Биле! Ша-ха! Ей! Биле! Сергей мен Наташа! Ал, бәрекелді. Спасибо. Бәқа тұрыңыздар, шекеңіз, кет қалмаңыздар мен қасымдан. Орыс халқы қалай биледі ағайын? Шапалақ бар ма? Ал ендеше келесі болып шығатын өзіміздің көршілес бауырлар. Олай болса, Эллар мен Нигора. Қарсы алыңыздар, өзбек халқы!
Шабала қайда? Қайда? Ала! Рахмет. Асықпаңыздар. Ассалаумағалейкум. Ісмеңіз? Құсанбай болады. Құсанбай, шапала қайда? Сіздікі? Фатима. Фатима. Жалпы осы кешке келіп, бір өзбекше, таза өзбекше 5 акцент тілек. Тілек? Қолдау бар ма 92-лер қайда? Похуй болмайды. Таза өзбекше тілек болсын. Достым, хамиша yanımda жүр. Ал енді дәл осы тілек Фатимада. Енді сізге бұлай жасайық, Фатима ханым тілек емес, бір өзбекше тақпақ болса. Жарай, тілек. Дина сіңілім бақытты бол, Нұржікбеке. Қазақша емес, өзбекше айтайық та. Өзбекпіз ғой. Фатима. Жангинан десе. Ой, кешіресіз. Нима деймін, бақытты деймін сіздерге. Олай болса, өзбек халқының биін тамашалаңыздар. Аба! Аба! Hayda! Şam! Hayda! Körmeyim aşığın yüzün, aşığı kalsa bulmaz. Oy berekelde! Rahmet! Құсан ішім амағасын ба? Трезби да? Бері қарай тұрайын. Пелай зор екен бірағы. Олай болса, өзбек халқы қалай биледі? Балдар кіші шетке қашыңыздар көрінбей қалып жатыр. Енді ал ендеше келесі болып шығатын анау киімі өте ұзын, билерді бір ерекше. Жалпы айтқанда прикол не? Сиган халқын шақырайықшы ортаға. Сигандар бар ма? Ортаға кез, ортаға қарай. Кішіне қыздар шетке қашыңыздар. Эй, тамаша! Группа поддержка кет қанеге бейді! Ой, тамаша! Секір билеймін, сау кет! Хоба! Шапала қайнағайын! Ой, рахмет! Сиган халқының қыздарын аттарымен танысайықшы. Кім боламыз? Меруерт. Ау? Меруерт. Меруерт. Олар да қазақша ат қояды екен ғой, Сигандарды молодец, бері қарай келіңіздер қанекей. Олай болса, коллектив екен білемін ғой бәрекелді. Енді қазір ойында бұлар сиган халқы. Олай болса, келе шығатын нағыз тау халқының биін көрсетін. Шетке қашыңыздар. Жүрегі нашарлар тамашаламаса да болады. Кавказ елін қарсылайық. Ол кет! Ей! Ава! Шып! Ей! Ей! Ава! Шапалақ бармағай қанекей! Секір! Хоп! Хойя! Шып! Молодец! Ой! Молодец! Рахмет! Енді Кавказша қандай тілек бар? Бірінші рет естірмін. Молодец, жақындырай. Ал енді осы қызық бола береді. Келесі болып шығатын ортаға. Яғни біздің елге дінді таратқан жандар араб елің.
Бәрекелді. Негізі бар ғой, өз арабтар ақшаға тойынған халық қой. Кекірсе доллар шығады. Түшкірсе евро. Шапалақ бар ма? Ой, бәрекелді. Енді араб еліне келген қонақпен танысайық. Жалпы есімдеріңіз? Абу Дали Халип. Абу Дали Халипке қошемет бар ма? Ал Абу Дали Халиптің хатуны? Как тебя зовут, так кетсеңді? Ол жалғас. Қашан арабтарға қазақтар қыз беріп жүрген? Бәрекелді. Осы кешке не алып келдіңіз? Бажа, трехкомнатный квартира. Камера 70. Бір тоқал. Молодцы. Енді басқа арабтардың бұйдып керуенде болып жүрген көргеміз. Бірақ арабтардың қазір бір тексеріп көрейік, қазақша рэп айта ала ма екен бұлар? Қазақша рэп айта аласыздар ма? Қазір менің айтқанды қайталайсыздар, бірақ мощный қайталайсыздар. Келіспе, қошемет соғайық. Йоу. Айы отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты масқара. Дәл осыны араб еліне айтқыз көрейік, ағай, кет! Йоу, айы отыр партада. Йоу, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қалыпты масқара. Базалардың атын араб елі! Кішкене чайға тұра. Ең ардақ ағайын, ең соңғысы. Бұл біздің нағыз патриот. Қазақ елінің батырын қарсы. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Айналайын бауырым, көктуда бал ола билеме. Батырлар ұқсап, ассаламағалейкум сәлемдердің десе. Алейкумассалам. Рахмет. Батыр, осы уақытқа дейін қанша жауға шықтың? 500 жауға шықты. 500 жылға ма, 500 жауға ма? 500 жауға шықты.